Бірінші сабақ артикуляциялық жаттығулардың пайдасы. Жалпы осы артикуляциялық жаттығулардың пайдасын айтпастан бұрын, жалпы артикуляциялық аппараттар туралы кішкене нақты ақпарат бере кетейін, өйткені ол алдағы уақытта керек болады бізге. Яғни жалпы артикуляция ол латын тілінен алғанда бөлшектеу дегенді білдіреді. Яғни мысалы бұл артикуляциялық аппараттар, яғни артикуляция бұл сөйлеу қызметіне, дыбыс шығару қызметінде бірден бір қызмет атқаратын рөлі бар, ең маңызды. Енді бізде жалпы артикуляциялық аппараттардың ішіне не жатады? Мына ауыз қуысы, мұрын қуысы және жұтқыншақ жатады. Артикуляциялық аппараттардың туа біткен немесе 7 жасқа дейінгі аралықта пайда болатын ақаулар бар, Яғни ол, жаңа айттым, таңдай жырығы, яғни таңдай жырығы, тістену. Таңдай жырығы бұл туа біткен пайда болады. Яғни ол мынау ауыз артикуляциялық аппараттарға бізге айттық, ауыз қуысындағы мынау тіс, тіл, жақ, таңдай барлығы, осы ауыз қуысы орналасқан барлығы жатады. Ал енді таңдай жырығы бар кезде, ерін жырығы бар кезде, бұл қараңызшы, яғни тістену, бұның барлығы сөйлеу процесіне өз кедергісі бар, өз әсері бар. Енді тістенудің бірнеше түрлері бар. Яғни кемиек деген прогнатия, суретте көрсетілгендей. Прогнатия бұл үстіңгі жақ сүйектердің астыңғы жақ сүйектерге қарағанда шамадан шығып кетуін айтады. Бұл кемиек, прогнатия. Ал упрауыз деген бар, ол прогения, яғни астыңғы жақ сүйектердің үстіңгі жақ сүйекке қарағанда шамадан тыс алдыға шығып кетуін айтады. Бұл мына суреттегідей прогения. Ал енді бізде бар алдыңғы тістену. Алдыңғы тістену дегеніміз мынау үстіңгі тістер мен астыңғы тістердің бір қалыпты бір деңгейде тұруы. Және де азу тістердің бір-бірімен. Және алдыңғы ашық тістену деген бар. Алдыңғы ашық тістену ол мынау жаңағы прогнатия мен прогенияның және тістердің болмауы салдарынан алдыңғы тістердің бір-бірімен қабыспауын, жоқ болуын айтады, ол мына суреттегідей. Және де бізде бар жалпы диастема деген. Диастема деген аралық тістердің, кейбір тістердің болмауы формаларының ауысып кетуін айтады. Ол мына суреттегідей. Және негізінде осы жерде мен басында айтуды ұмытып кеттім. Енді жалпы адамның тістену қалпы қалай болу керек? Жалпы, адамның тісі қалай тұру керек? Жалпы тістеніп тұрған кезде. Тістену деген сөз ол мынау. Енді жалпы адамда қалыпты тістену ол мынау үстіңгі тістің астыңғы тіске қарағанда кішкене шамадан тіс емес, бір кішкене ғана алды қарай шығып тұруы. Яғни, етіп тұрайынсыз де, всегда бүйтіп тұрмайды ғой. Қараңыз, кішкене де үстіңгі тісіміз астыңғы тіске қарағанда алдында тұрады. Бұл шамадан тіс емес, кәдімгі қалыпты жағдайда бұл. Яғни бұл қалыпты тістену деп аталады. Түсініңіздер ме? Жалпы қалыпты тістену осылай. Яғни қалыпты тістену болған жағдайда ешқандай сөйлеу тілінде, дыбыс шығаруда ақаулар болмайды. Енді жаңағы айтып өткен тістенудің прогения, прогнатия, алдыңғы ашық тістену, диастема, егер адамда тістенуде осындай проблемалар болса, онда дыбыс айтуда, сөйлеуінде не бар деген сөз? Ақау болады. Яғни сөйлеу тілін шығаруында, сөйлеуде өз әсерін тигізеді. Енді түсіне кеттік қой, енді артикуляциялық жаттығуларға өтеміз. Жалпы артикуляциялық аппаратта біліп алдық. Артикуляциялық жаттығулар қайда жасалады? Яғни біз ауыз қуысында жасалады. Яғни ауыз қуысындағы біздегі ең басты атқаратын қызмет ол осы тіл арқылы, қараңыз. Яғни артикуляциялық жаттығулардың бірнеше түрі бар. Артикуляциялық жаттығу неге пайдасы бар? Бұл жалпы мынау біздегі ауыз қуысындағы
мынау тілдің, тілдің бұлшықеттері қозғалыста болмаса, мысалы кейбір тілдер өте жұмсақ, қатты, чересур жұмсақ болып кетеді, немесе қатты болып тұрады, тырысып тұрады. Егер қараңызшы, тырысып тұрған жағдайда ол дыбыс айту кезінде біз тіліміз қозғалыстарда болады, ол сол қозғалыстарды жасамай, яғни дыбыс айту қателіктері қатты болады, сөйлеуінде жалпы кері әсері бар. Ал тіл совсем жұмсақ болып кетсе, онда ол кезде де біз не істейміз? Баланың сөйлеу тілінде жұмсақ болып кеткен деп сөйлей алмайды, яғни сөйлеуге деген дыбыс шығаруға деген белсенділігі болмай қалады. Сондықтан да мынау әсіресе артикуляциялық жаттығудың маңызы өте зор да. Сіздерге тағы бір нәрсені неғып кетейін. Мен өзімнің қолданыста жүрген заттарымның қазір үйдегі бар заттарын мен сіздерге таныстырып өтіп жатырмын. Мынау логопедтің баламен жеке жұмыс дәптері деген бар. Осының ішінде, яғни бұл 3-4 жасқа арналған, екінші сәбилер тобы деп тұр, бірақ бұл 3-4 жастағы балаларға арналған. Бұның ішінде неше түрлі тақырыптарда берілген, суреттер, бояу, ішінде тапсырмалар бар. Енді бірақ мен ауытқымайын тақырыбынан. Ішінде жалпы артикуляциялық жаттығулардың түрлері бар осы кітаптың ішінде. Ересек топтарға арналғанында бар осының. Енді артикуляциялық жаттығулардың бірнеше түрлері бар. Мен артикуляциялық жаттығулардың, енді қараңыз, жаңа айттым. Мысалы, артикуляциялық жаттығуды жасатқан кезде бірінші балаға жеңіл түрінен күрделісіне қарай жүру керек. Көбісі жасататағыны мынаны кез келген қиын жаттығудан бастап жіберу мүмкін, артикуляциялық жаттығулар жасатып үйретіп жіберу мүмкін да, бастау мүмкін баламен. Ол дұрыс емес. Мысалы, бала алдыңызға келді ме, сразу таңдайын қақ, артикуляциялық жаттығуды ана ат шауып келе жатыр жасашы деп айтпау керек та, яғни балаға бірінші жеңіл жолынан бастау керек. Қараңыз, бірінші бұл тісті тазалау, тісті тазалауды балаға қараңыз, өте балаға қызықты әрі, көрдіңіз ба? Тісті тазалайды, тістің сыртқы жағын тазалайды және ішкі жағын тазалайды. Көрдіңіз ба? Яғни бұл жерде артикуляциялық жаттығуды жасаған кезде міндетті түрде айнаның алдында отырыңыздар. Айна кішкентай көлемде болмасын, айна біздің бетіміздің көлемін, кәдімгідей бетіміз толықтай көрінетін болу керек. Яғни тіл толықтай көрінді ма? Бетіміз толықтай көрінді ғой. Бетіміз толықтай көрінгеннен кейін артикуляциялық жаттығудың жеңіл түрін жасап жатырмыз. Яғни тісті тазалау, Тісті тазалау біріншіден бұл балаға өте қызықты. Жаңа атының өзі қызықты. Бала қалай тазалаймыз, сен былай тазалаймыз деп айтады да. Сонда біз тілмен тазалаймыз. Айнаға қарашы. Айнаға балаға қарап, бала өзінің артикуляциялық аппараттарымен танысады. Яғни, мынау қалай қозғалып жатыр, соны көреді және оған қызықты. Балаға өзінің жаңа тілі қозғалып жатқандары өте қызықты. Тісті тазалау, яғни мысалы оны жасаттыңыз. Яғни оны жасату барысында сіз нені байқап жатырсыз? Баланың тілі қозғалып жатыр, яғни баланың тілі созылады. Сосын мынандай нәрсе бар. Жалпы уздечка деген бар, тіл асты сыңары деген бар. Көрдіңіздер, мынау сыңар тұр ғой бізде, уздечка, осыны уздечка деп айтады, тіл асты сыңары. Осы көп балаларда қысқа болады. Осы туралы тағы ақпарат бере кетейін. Егер уздечкасы совсем қатты қысқа болатын болса, бала туылған кезде олар өзі дәрігерлер оны қысқартады. Өйткені бала ему барысында, егер уздечкасы совсем қысқа болса, ол яғни еме алмайды, сора алмайды. Сондықтан олар кеседі өздері. Енді кесті, егер ол жақсы тамақтанды, 1 жасқа дейін сорып жүрді, сосын бір 3 жасқа келген кезде баланың уздечкасын кесейік деп айтады сіздерден. Баланың жалпы осы жерде айта кетейін, уздечкасын кесу барысында, егер 3 жасқа келіп қалған болса, сіз совсем қатты қысқа болмаса, оны созуға болады. Сол сыңарын созуға болады.
оны кеспеудің амалы бар да. Яғни оны кеспеудің амалы, яғни жаттығулар, осы артикуляциялық жаттығуларды жасату арқылы сіз уздечкасын созасыз. Қысқа тұрған тіл асты сыңарын сіз созуға үйретесіз. Түсіндіңіз бе? Қалай пайдасы бар бұл жерде. Енді әрбір жаттығуды жасаған кезде басында балаға 5 реттен санап жасатқызыңыз. Бала қызық 1, 2, 3, 4, 5. Сосын бір екінші күні уже 10 рет санаңыз. Солай қосылып бір 15 рет санап, 15 рет санап солай жасау керек. Яғни енді мен айта кететінім, көрдіңіз бе, артикуляциялық жаттығудың бірден бір көмектері. Жаңағыдай тіл созылады, өзінің артикуляциялық аппараттармен танысады, бала айнаға қарап, сосын тілді созып, тіл бұлшықеттерін қатайту, жұмсарту, яғни қалыпты жағдайға келтіруге үйренеді. Және де тіл асты сыңарын созылуға көмектеседі. Ол бірден бір, және дыбыс айтудағы бірден бір көмектесетін тіл қозғалысына жақсы қозғалып үйренеді. Енді қараңыз, мен жаңа айтқан болатынмын, артикуляциялық жаттығулардың жеңілінен қиынына қарай өтеміз деп. Қараңыз, бірінші тісті тазалаудан бастаңыз, тәтті тосап жасатқызыңыз. Сосын барып мынау ашуланған мысық, осының барлығы менің постымда салу, Instagram парақшамда бар, сол арқылы көрсеңіздер болады. Егер сол видеоларды қаласаңыздар, мен осында сала аламын. Егер оны жазыңыздар, егер сол видеоларды қажет етсеңіздер. Және де қараңыз, бірінші мынау тісті тазалаудан кеттік, сосын тәтті тосап, ашуланған мысық. Қазірше мынау кесемен бізде сылақшыны жасамай тұрамыз. Ол өйткені ол екеуі қиынырақ. Әрі қарай келесі сағат жаттығу. Ол уже тілін шығарып көреді. Тілін шығарады, сағат жаттығуын жасаймыз. Және піл жаттығу бар, өте жеңіл. Піл деген жаттығу былай жасалады ол. Ал қақпа деген бар, ол. Яғни піл қақпа деп айтып жасатсаңыз болады. Және бақа. Ауызды ашып, тілді бір қалыпта ұстап тұрады. Бұл жерде тілдің бір қалыпта ұстап тұруы өте маңызды, өйткені ол дыбыс айтуында керек ол. Мен ертең келесі сабақта айтамын оны. Көрдіңіз бе, келесі тараққа өткен жоқпыз әлі. Келесі бізде жаңаға сағат жаттығуынан кейін доп, футбол жаттығуы. Яғни қараңыз, жасады ғой, енді доп. Енді ауыз ішінде істей алады соны. Дәл солай. Көрдіңіз бе? Оңайынан кішкене күрделеніп жатырмыз. Футбол жаттығуын жасаймыз. Әрі қарай әткеншек жаттығуы. Көрдіңіз бе? Әткеншек жаттығуы. Одан кейін бар бізде мынау күрке тауықты жасасақ болады. Ұстап тұруды, және осы жерде тағы бір айтып кететіні, мынау тарақты жасасаңыздар болады сосын. Мен бұл жаттығуларды жеке көрсетпеймін, өйткені бұл менің парақшамда бар. Сіздер сол жерден, мен осында салуға да, егер сал десеңіздер саламын. Және бұл жерде қалып кетті, саңырауқұлақ қалып кетті, бұл кейінгі күрделі өйткені. Сосын мынау күрке тауық жасадық, күрке тауықтан кейін жаңағы нені жасадық. Енді массаж жаттығуын жасаймыз. Тілді жоғары көтереді. Дегізіп, ана масаның дыбысын шығару керек. Масаны жасаймыз. Бұны әлі салып үлгерген жоқ шығармын, алдағы уақытта салынады міндетті түрде. Және әткеншек жасап қойдық. Келесі ат шауып келе жатыр. Ат шауып келе жатыр жаттығуын жасайсыз. Ат шауып келе жатыр жаттығуын жасату арқылы бұл, көрдіңіз бе? Осы уздечканы созуға бірден бір қатты көмегін тигізетін ол осы ат шауып келе жатыр жаттығуы. Түсіндіңіз бе? Сосын ат шауып келе жатыр жасағаннан кейін барып, міне саңырауқұлақ жаттығуына өтеміз. Ат шауып келе жатқан жаттығудан бұрын саңырауқұлақты жасатсаңыз, бала жасай алмайды, түсінбейді. Ат шауып келе жатқан жаттығуды жасатыңыз, саңырауқұлақ қалай жасалады? Тіл толықтай таңдайда жабысып тұру керек.
Көрдіңіз ба? Ал оны қалай үйретесіз? Жаңағы ат шауып келе жатыр жаттығуын жасайсыз. Ат шауып келе жатыр жаттығуын жасап жатқан кезде басында бала тез жасайды ғой, сосын жай жасаймыз деп айтыңыз. Көрдіңіз ба? Жай жасау арқылы ұстап қаламыз. Міне саңырауқұлақ. Міне саңырауқұлақ деп. Осылай балада саңырауқұлақты үйретесіз. Тез. Сонда көрдіңіз ба? Бірінші саңырауқұлақ емес, жасап тұрып, сосын ат шабадын емес, значит, ат шабадын жасайсыз, сосын барып саңырауқұлақ жасатасыз. Сол кезде ол балаға осы артикуляциялық жаттығуларды тез жасай алатын болады. Тез оқып алады, сосын түсінікті болады. Әрі қарай келесі жаттығудың бірі кесе жаттығуы. Тілді сыртқа шығарады. Яғни жай сосын көрдіңіз ба? Әрі қарай енді сылақ шығара өтеміз. Тілді жоғары көтеріп таңдайды сылайды. Яғни менде бір-екі жаттығулар әлі пост ретінде салынған жоқ, міндетті түрде саламын. Көре ме? Сол жерден көре жатасыздар. Ал оға дейін салынған посттарды жаттығуларды мен міндетті түрде саламын енді. Көрдіңіз бе? Дәл осылай соңына келіп, міне жаңағыдай сылақшы жаттығумен жасап аяқтадық. Көрдіңіздер ме? Дәл осылай артикуляциялық жаттығулар жасату керек. Енді көрдіңіз бе? Артикуляциялық жаттығудың көбісі артикуляциялық жаттығуды жасатады, бірақ қалай бар солай жасата береді. Егер сіз по этап жасатсаңыз, бала тез жасай алатын болады, артикуляциялық жаттығулар тез үйреніп алады. Сосын артикуляциялық жаттығулар жасатқан кезде міндетті түрде картинкамен, бірінші картинка, сурет бөлек карточка ретінде жасап алыңыздар. Өйткені карточкамен балаға мынау не деп сіз уже атын айтпайсыз, ол өзі атын атай бастайды. Яғни сіз көрсеткен кезде өзі айтады уже, ат шабады. Уже көрдіңіз бе? Уже сөздік қорын сіз сөйлеуіне көмектесіп жатырсыз, баланың өзінің сөйлеуіне. Сіз уже сұрамайсыз, ол уже автоматически қызықта, өйткені артикуляциялық жаттығулар түрін көрсеткеннен уже картинканың өзі қызық балаларға. Көргеннен бастап өздері аттарын атай береді. Саңырауқұлақ, тісті тазалаймыз деп. Солай. Енді көрдіңіздер ме? Дәл осылай артикуляциялық жаттығулардың жалпы мен суреттерінде қазір осы жерге салып кетемін. Астына суреттерін сала кетемін. Жалпы артикуляциялық жаттығулардың пайдасын көрдіңіздер ғой? Бірден бір пайдасы ол біздегі сөйлеу процесіне қатысатын мынау бірінші артикуляциялық аппараттар, соның ішінде мынау тілдің, әсіресе тілдің ішінде удечка қысқа болады. Сол тіл асты сыңар дейміз, тіл асты сыңарын созылуына көмектесетін бірден бір жаттығулардың бірі. Көбісі бұны мән бере бермейді. Яғни бараттағын 3 жасында бар баланы кестіртуге алып барады. Кішкене баланың психикасына да әсер етеді ол нәрсе. Сондықтан да барынша егер мүмкіндік мынандай мүмкіндік бар кезде баланың тілін созыртып үйрету керек. Егер баланың тілі совсем қысқа болса, ол өйткені жаңағы ему барысында, сосканы сору барысында ол процестер жүрмейтін еді. Сол кезде уже кесетін еді. Сондықтан да ол процестен өтіп қойды ғой, уже 2,5-ға келіп, 3-ке келіп сізге 3 жастан бастап, уже 3 жастан бастан келіп сізге келіп жаңағыдай мынаны тілін қысқарту керек, кесу керек па, не істеу керек десеңіздер, сол туралы мен сіздерге айтатын кеңесім артикуляциялық жаттығулар арқылы жалпы созуға болады. Тек қана оны күнделікті қайталау барысында. Яғни бұл жерде сізге көмектесетін әрине ата-ана. Енді маманға келіп тұр ғой, маманға келіп тұрса, егер маманға қосымша тек маманға беріп қана қоймау керек, яғни үй тапсырмасы ретінде, кісі ретінде үй тапсырмасына да беру керек. Өйткені ата-ана да қадағалау керек. Яғни күнделікті үйде қайталап отыру барысында ол өзіндік пайдасын алып келеді. Жалпы осылай артикуляциялық жаттығулар туралы пайдасы туралы ақпараттарды білдіңіздер. Бұл ақпарат сіздерге өте құнды ақпарат. Өйткені қалай айтамыз, по этап бойынша жұмыс жасауды ешкім айта бермейді. Енді сіздер білдіңіздер. Енді сіздер осылай жұмыс жасасаңыздар, өздеріңізге жеңіл болады. Сонымен түсінікті деп ойлаймын. Егер сұрақтарыңыз болса, астына жазыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.